Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 61-ші сабақ, нәтиже сабақ. Бүгін сабағымызды қорытындылаймыз. Мен не үйрендім? Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннің аты мен 129-130 беттердегі суреттер бойынша әңгіменің мазмұнын болжа. Өз ойың дәлелде. Қазіргі 5 сайыстың түрлері, балалар, қазіргі 5 сайыстың түрлері ол жүгіру, суда жүзу, тир, ат спорты және семсерлесу жатады. Екінші тапсырма, мәтінді тыңда. Сен тақырып пен суреттер бойынша жасаған болжамы мен тыңдаған мәтіннің мазмұны бір-біріне сәйкес пе? Мен 5 сайысшы боламын. Апасы темірді маңдайынан иіскеп, еркелете бауырына қысты. Әлгі мылтық не? Түсіндіріп айтшы, деді ол темірге қарап. Апа, біз бүгін бірінші рет тирде мылтық аттық. Ат спортын қойдың ғой? Жоқ, оған да қатысамын. Мүмкін онда суға жүзуді тоқтататын шығарсың, деді таңдана. Неге? Оны да тастамаймын. Мен 5 сайысшы клубына барып жүрмін ғой. Сонда осының бәріне баруға уақытты қайдан табасың? Әр нәрсенің басын бір шалам деп жүріп, ақырында бәрінен жұрдай боларсың. Оныңды қой. Оқуыңды оқы. Спорттың бір түрімен айналыссаң да жетер. Апа, бір әңгімені айтайын, тыңдаңызшы, деді темір қиыла өтініп. Ал, айта ғой, деп апасы баласына сынай қарады. Ерте деме, әлде біздің осы заманымызда ма бір жерде соғыс болып жатыпты, деп темір сәл жымия сөйледі. Ол әңгіме айтқанын да жақсы көреді. Сонда әскердің шағын бір тобы жаудың қоршауында қалып қойыпты. Бір офицер атысып, шабысып жүргенде астындағы аты мерт болып, өзі өзеннен малтып өтеді. Одан әрі жаяу жүгіріп әскердің негізгі тобына хабар жеткізеді. Осыдан кейін спорттың 5 сайыс деген түрі пайда болыпты. Сенің де сондай болғың келеді ғой, шамасы, солай ма? Иә, жарайды балам. Талапты ерге нұр жауар деген талабыңа жет, деді апасы. Тыңдаған мәтінге өз пікіріңді білдіру үшін сұрақтарды толықтыр. Темір неліктен 5 сайыс туралы әңгіме айтуға мәжбүр болды? Апасының сұрауымен 5 сайыс туралы айтуға мәжбүр болды. Темірге 5 сайысшы болуға не әсер етті? Офицердің басынан өткен жағдай әсер етті, иә балалар? Үшіншісі, апасы темірге не айтты? Талапты ерге нұр жауар деген талабыңа жет, деп апасы тілек білдірді. Үшінші тапсырма, мәтіннің қай бөлігінде негізгі ой тұжырымдалған? Осы ой бөлігін тауып жаз. Ерте деме, әлде біздің осы заманымызда ма бір жерде соғыс болып жатыпты, деді темір сәл жымия сөйледі. Ол әңгіме айтқанды жақсы көретін. Сонда әскердің шағын бір тобы жаудың қоршауында қалып қойыпты. Бір офицер атысып, шабысып жүргенде астындағы аты мерт болып, өзі өзеннен малтып өтеді. Одан әрі жаяу жүгіріп әскердің негізгі тобына хабар жеткізеді. Осыдан кейін спорттың 5 сайыс деген түрі пайда болды. Демек, осы ой бөлігі негізгі мәтіннің мағынасы. Үшінші тапсырма, мәтінді оқып, күрделі сөздері бар сөйлемдерді теріп жаз. Алматы қаласында қазіргі 5 сайыстан әлем кубогының финалдық бәсекесі өтті. Елімізде бұл доданың өтуі Қазақстанның спорт әлеміндегі абыройын арттыра түсті. Финалдық бәсекеге 23 елдің спортшылары қатысты. Оңтүстік Корея, Германия, Венгрия құрамалары ең мықты үздіктер қатарынан көрінді. 5 сайысшылар семсерлесу, суда жүзу, жүгіру, атпен өнер көрсету, лазерлі тапаншамен атудан жарысты. Әлем кубогының финалдық кезеңін Қазспорт арнасы тікелей эфирден көрсетті. Жанкүйерлер тегін кірді. Сөйлемдерден күрделі сөздері бар сөйлемдер теріп жазамыз. Алматы қаласында қазіргі 5 сайыстан әлем кубогының финалдық бәсекесі өтті. 5 сайысшылар семсерлесу, суда жүзу, жүгіру, атпен өнер көрсету, лазерлі тапаншамен атудан жарысты. Әлем кубогының финалдық кезеңін Қазспорт арнасы тікелей эфирден көрсетті. Оңтүстік Корея, Германия, Венгрия құрамалары тепсе-темір үзетін үздіктер қатарынан көрінді. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.